Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, қадірменді көрермендер. Дәл қазір бүгінде болып жатқан, еліміздегі болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты көптеген мекемелер онлайн режимде жұмыс жасап жатқанын білесіздер. Бұл тұрғыда Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар облыстық кітапханасы да онлайн режимге көшіп, халыққа қызмет көрсетуде. Коронатерапия жобасы аясында біз жергілікті өнер адамдарымен, ақындармен, қаламгерлермен, жазушылармен кездесу ұйымдастырып жатырмыз. Дәл бүгін 27 наурыз күні халықаралық театр күні. Ендеше театрдың маңатында, театрдағы кәсіби сахнада өнер көрсетіп жүрген барлық майталмандарын бүгінгі төл мерекелерімен Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы облыстық кітапхананың атынан шын жүректен құттықтаймыз. Және бүгін бізде қонақта Жүсіпбек Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ музыкалы драма театрының директоры Арман Темірбек ағамыз келіп отыр. Аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Қош көрдік. Енді бүгінгі мынау сабақты ине сәтімен дейді. Бүгінгі осы тікелей эфирді онлайн режимдегі өтіп отырған кездесуімізде бір келелі әңгіме өрбиді деп ойлаймын. Ең алдымен өзіңізді бүгінгі кәсіби мерекеңізбен, төл мерекеңізбен құттықтаймын. Творчестволық шығармашылық табыс тілеймін, сіздің ұжымыңызға табыс тілеймін. Енді бірден әңгімеге көшсек, бүгінде Жүсіпбек Аймауытов атындағы қазақ музыкалық драма театрына 30 жыл толып отыр. Бұл үлкен бір тарихи дата деп айтуға болады. Жалпы бүгінгі театрымыздың тыныс тіршілігі қалай? Біріншіден енді барша әріптестерімді, әсіресе мынау Жүсіпбек Аймауытов атындағы қазақ музыка драма театрының ұжымын бүгінгі мерекелермен шын жүректен құттықтаймын. Шығармашылық табыстар тілейміз. Кәсіби мереке шынымен де. Сонымен қоса барлық осы қазақстандық әріптестеріміз, Қазақстан театрларының төл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Енді биыл білесіздер, біздің Аймауытов театрының 90 жылдардан тарихы басталатын 2020 жылы биыл театрымыздың 30 жылдығы. Құдай қаласа, негізі театрдың бастау алғаны Аймауытов театрының құрылған 90 жылы 7 желтоқсан күні болса, яғни 2020 жылы 7 желтоқсан театрымыз орда-бұзар 30 жасқа толады. Енді оған да өзіміздің біраз жоспарларымыз бар әрине. Құдай қаласа, енді қазір әлемде болып жатқан індеттің бетін аулақ қылып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, арты жақсылыққа айналып, сол жаңағы жоспарлаған жоспарымызбен сондай бір қуанышты күндерге де жететін шығармыз деп ойлаймыз, оған кәміл сенеміз. Сондықтан жалпы Аймауытов театрының қазіргі тұрмыс тіршілігі енді біз наурыз айында өте қарбалас, бізде репертуар, жоспарлы түрде жүретін репертуарымыз қарбалас екенін өздеріңіз де бір көрген боларсыздар. Бұл айда бізде 3 премьера жоспарланған болатын. Яғни тұңғыш рет осы Павлодар өңірінде қуыршақ қойылымын біз іске асырған болатынбыз. Ойыншықтар деген арнайы режиссер шақыртып, Семей қаласынан Айдын Салған деген режиссерді шақыртып, соған ойыншықтар деген жаңағы қойылымды қойдырған болатынбыз. Онымыздың премьерасын сәтті өтіп, оның мақсаты негізі мынау біз енді театр болғаннан кейін балаларды кішкентайдан сол театрға тәрбиелеу ғой. Жас өлшемдерін сәл мектеп жасындағы балалар келетін болса театрға, қазір біз қамтыдық, жаңағы балабақшадағы балаларды дейін сол театрға ат басын бұғызып, көңілін аулартып тәрбиелеуге мақсатында қойылған қойылым болатын. Одан кейін биыл барлығы біледі, Данышпан Абай атамыздың 175 жылдық мерейтойы. Соған байланысты өзіміздің театрымыздың бас режиссері Әділет Ақанов ерте ойландым, жас абай трагедиясы қойылымын қойған болатын. Ол 10-11 наурыз күндері аралығында өтті. Алла қалап сәтті бір қойылым болды деп сеніммен айта аламын. Енді 18-19 наурыз аралығында бізде Шығыс
Айтматовтың Жәмила шығармасын біз сахналаған болатынбыз. Соның премьерасын күтіп отыр екен. Мынау әлемде болып жатқан дүниелерге байланысты оның уақыты енді шегеріліп отыр қазір. Жалпы театр өзі бір жақсы қарқынмен, соның арасында біз Алматыда мынау театр сыншыларын шақырып қойған едік. 3 күн бойы олар жаңағы күніне 3 спектакльден қарап өздерінің бағаларын беру керек болған. Оның бәрі кейінге шегерілді. Енді әзір Құдай қалап осы арты жақсы болып жатса, оның бір алдағы күндері іске асатын, орындалатын. Жаңағы Абай туралы үлкен сіздердің қойылымдарыңызды көрдік. Барлық оқырмандар ерекше бір ынтызарлықпен, сүйіспеншілікпенен сонау кезіндегі Абайдың бір жүріп өткен жолына, Абайдың заманына барып қайтқандай бір әсер алғандай болдық. Бәрі де рухани байыды көпшілігі. Ал енді мына Жәмила премьерасы өзі болмай қалмайды емес, болады ғой негізі. Бұл Алла қалап бәрі жақсы болып жатса міндетті түрде болады. Шыққанда ол дайын тұрған. Дайын тұр, біз енді 18-19 наурызда отырдық қой. Ар жағында жаңағы неден кейін, бір аптадан кейін оның премьерасы болу керек еді. Ол енді Ұлы Отан соғысының биыл 75 жылдығы. Соған байланысты қойылған қойылым болатын. Шыңғыс Айтматовты барлығыңыз білесіздер. Ұлы тұлға, классик. Сондықтан жақсылыққа сенейік. Әрине, бізде осынау қиын-қыстау сәттердің елімізге сынақ ретінде, біздің елімізге ғана емес, бүкіл әлемге сынақ ретінде берілген осы бір сәттерден аман есен өткенді тілейміз. Әрине, сіздерге де шығармашылық табыс тілейміз. Ал енді осы біздің Жүсіпбек Аймауытов атындағы Қазақ музыкалық драма театрында талай жыл сахнада тер төгіп жүрген кәсіби майталман азаматтар жұмыс істейтінде жақсы. Көптеген байқаулардан жүлдегер орын алып жатқанында хабардармыз. Мәселен, Бейбіт Шәлім ағамыз Король Лир деген бір тамаша рөлді сомдап, үлкен сыншылардан жақсы баға, оң баға алып, жақсы бір марапатқа ие болған. Тағы да осындай біздің театрдағы әртісіңіздің жеткен жетістіктері туралы бір ауыз айтып өтсеңіз. Оның бәрін қазір әртістің жаңағы жеткен жетістігін санап отыратын болсақ, уақытымыз жетпей қалады. Әрине, бұл театр бастау болғаннан бері жаңағы Король Лир қойылымына тоқталып отырсың ғой. Енді Король Лир қойылымының кезінде Ерсайын Тәпелов ағамыз сахналап, ол енді толыққанды жаңағындай барлық театрдың әртістерін қамтыған үлкен спектакль болып қойылған. Кейін оның жаңағы тағы айта кетейін, театрдың жас бас режиссері, жаста болса бас болып жүрген Әділет Аханов ұсыныс тастап, көркем жетекші Елеу Жосбек екеуі маған келіп, осыны бір сахналасақ, мына спектакль шығарсақ қалай болады екен дегеннен кейін біраз ойланып, оны моноспектакль шығарды. Ол Әбіш әлемі фестиваліне қатысып, лауреат атанып келді, білесіздер. Сондықтан енді ол біздің театрымыздың әртістерінің жеткен жетістігі өте көп. Бұл театрмен әр кезде сұхбатында да жалпы жүрген жерімді айтып жүрмін. Бұл театр бізге дейін де болған театр, өзінің іргетасын қалап мықты театр екенін дәлелдеген театрлардың бірі. Ол бола да береді. Сондықтан мен мына жаққа келіп мынандай дүние жасап отыратын, мен келіп мынаны бүттім деп айту менің артық болар. Сондықтан мен сол ағаларымыз, әпкелеріміз, жаңағы театр әртістері болсын, бұрынғы басшылығы болсын, қалыптастырып кеткен сара жолын ары қарай жалғастырушылардың бірімін. Сондықтан әрқашан ол біздің қай әртісіміздің, қай театрымыздың қызметкерінің жеткен жетістігі барлық ұжымның жеткен жетістігі болады. Сондықтан онымен мақтанамыз біз әрқашан. Алдыда Құдай қаласа бұдан да үлкен жетістіктерге жетеміз деген нық сеніміміз бар. Сол жолда аянбай еңбек етеміз деп ойлаймын. Бәрекелді. Шынымен де қазір біздің облыстық осы Жүсіпбек Аймауытов атындағы театрға көрермен қауым сүйсіне қарайтындай бір күнге жеткенін енді мақтанышпен айта аламыз. Осы 30 жылдықтың көлемінде тағы да көрермендерді қандай дүниелермен қуантасыздар? Қазір алдын ала бір ойлайды ғой, қорқып қалдық қой, шыны керек. Ойда қандай дүниелер бар? Ол мен 30 жылдық болғаннан кейін ойымызда театрды бірден бір жаңағындай былайша айтқанда танытатын, атын шығаратын, ол
мынандай үлкен мерейлі той болып жатқанда әрине ол фестиваль деп ойлаймыз. Біз енді фестиваль өткізуге қазір жоспарымызда бар. Былайша айтқанда жаңағы сметалық жобалары барлығы жасалып, тиісті жерлерге өткізіп қойғанбыз барлығын. Енді тек қана жауап күтеміз. Если мүмкіндік болып жатса, барынша жаңағы осы бір 30 жылдығымызға ауқымды түрде барлық енді әлемдік деңгейде болмаса да республикалық деңгейдегі бір үлкен ауқымды республикалық театр фестивалін өткізсек деген жоспарымыз бар. Енді ол алдағы күннің еншісінде оны тағы да қосымша хабарлай жатармыз. Бәрекелді, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Енді Жүсіпбек Аймауытов атындағы Қазақ музыкалық драма театры тек қана осы сахнада қойылымдармен шектелмей, бүгінгідей мынау қиын қыстау кезеңдерде бұқара халыққа керемет қол ұшын беріп жатқанын әлеуметтік желі арқылы тамашалап көріп біліп отырмыз. Қазір енді жасыратыны жоқ, барлық дәріханалардың көбінде мынау маска деген бетперде кезге бермейді. Сондықтан сіздердегі осы арнайы мынау киім тігетін орын бар ғой, сіздерде бөлімше. Осы киім тігетін орын Аймауытов театрының ұжымы тиімді пайдаланып маска тігіп жатыр екен деген бір хабар келіп еді бізге. Ол бір өзіміз жарнамалайық. Ойбай, жаңағы қазір хайптың заманы болмаса жаңағындай бір адым шығарайық дегеннен жасалып жатқан дүние емес. Оған арнайы жаңағы ұсыныстар да болды, тапсырыстар да болды. Сондықтан біз өзімізде бар материалмен, былайша айтқанда маска тігуге жарамды материалымызды пайдаланып, қолымыздан келгенше әйтеуір бірнеше адамды қамтысақ та, және өзіміздің қызметкерлері бар театрдың, және де басқа. Қазір сыртқа шығып қарасаңыздар, әлі де біздің жұртшылық былайша айтқанда мынау індеттің қауіп қатерін әлі толыққанды түсінбей жатқан сияқты. Соны бір түсіндірейік деген мақсатта, оның үстіне жаңағы дәріханаларда масканың тапшылығы өте қатты сезілуде. Сондықтан қолымыздан келгенше бір 5 адамға көмектессек те осындай бір жақсылық жасадық деген оймен жасалған дүние болады. Тегін ғой? Тегін, әрине, ол тегін. Қазіргі таңда міне соңғы материалымызбен қазір 100 шақты масканы тігіп бітірді. Қалған оның алдында 400-дей маска тігілген болатын. Осы 500 масканы тігіп таратып, театр қызметкерлері бар, жаңағы управление басшылығының жаңағы алдымызға қойған міндеті болды. Ол жаңағы өзіміздің мәдениет саласындағы ардагерлердің, аз қамтылған отбасылардың үйлерінде сондай маскалармен, жаңағы бетперделермен көмектесек деген сол мақсатта біразын тараттық енді. Бәрекелді, жағымды жаңалықтар көп болсын деп айтқымыз келеді. Естуімізше, біздің облыстық Қазақ музыкалық драма театры алдағы келер жылдың маусымына түрленіп, жаңаша түрге еніп, халыққа қызмет көрсететін болады деп естіп едік. Яғни күрделі жөндеу жасалмақ сіздерде, Құдай қаласа, енді ол күрделі жөндеу жұмыстары атқарылатын болады. Биыл уақытын енді шыны керек нақты айта алмаймыз, бірақ биылғы жылдың аяғына дейін ол басталу керек. Жалпы жоспарда бар, Жоспарда бар. Енді ол қазір осы облыстық деңгейде қаралып жатқан дүние. Мысалы әкімшілігімізде бар, барлығы әйтеуір қара шаңыраққа осындай бір күрделі жөндеу жүргізіп, бір жақсы қалпына келтіріп берсе, ары қарай жұмысымызды біз жалғастыра беретін боламыз. Бәрекелді. Енді мынау Шерхан Мұртаза ағамыз айтады, біркем дүние деп. Шынымен де енді мынау мәдениет саласы болғаннан кейін, өнер саласы болғаннан кейін, барлық дүниенің бір төрт аяғы тең басып тұр деп айту әрине қиын шығар мүмкін. Осы төңіректе біздің театрымызда негізі бір қордаланған мәселелер бар ма жалпы? Алдағы уақытта шешімін табады-ау деп жүрген. Енді ол ұжым болғаннан кейін кішігірім мәселелер кез келген ортада, кез келген ұжымда болады деп ойлаймын. Енді дәл бүгінгі күнгі бір шешімін таппай тұрған, осындай мынау қиындау еді, мынаны шешу керек еді деген ондай мәселе құдай сақтасын, енді ондай жоқ, болмай ақ та қойсын. Ең бастысы біз жаңағы күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп алсақ, театрымызды бір жаңашаландырып, осы мынау алдағы келе жатқан 30 жылдығымыз бар ғой. Соған байланысты жаңағы жоспарлаған жоспарларымыз, ойларымыз, кәсіп фестиваліміз болып кетсе, ары қарай ешқандай қиындығы жоқ. Өзіміздің күнделікті жаңағы көрермендерімізді былайша айтқанда есігіміз айқара ашып, жақсы қойылымдарымызбен күтетін боламыз. Бәрекелді. Осы кәсіби тұрғыда бүгінгі карантин уақытында
халыққа қандай қызмет көрсетіп жатырсыздар? Қай тұрғыдан? Біз енді театрлардың бірі болып барлық қызметкерлерімізді жаңағы індетке байланысты барлығын жібергенбіз, жұмыстан босатқанбыз. Енді жаңағы әкімшілік дейді ғой, әкімшіліктегілер ғана өзіміз жаңа күнделікті есеп-қисаптарымызды, жұмыстарымызды атқарып жатырмыз. Былайша театр әзірше демалыста деп айтсақ болады. Әрине бұл өнер адамдарына да керемет күтім керек. Бұл жүйрік бәйгеге қосылатын жүйрік ат секілді барлығына бап керек. Сондықтан сіздерге шығармашылық табыс тілеймін, денсаулық тілейміз. Осы облыстық кітапхана ұжымының атынан тағы да бір мәрте баршаларыңызды құрметті мынау Бекзат өнері деп айтамыз, театр сахнасын. Сол Бекзат өнердің төрінде жүрген қадірменді өнер иелері баршаларыңызды бүгінгі келген төл мерекелеріңіз халықаралық театр күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қадірменді оқырмандар, құрметті көрермендер, Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар облыстық кітапханасының ресми сайтына немесе әлеуметтік желілеріне, Фейсбуктағы, Инстаграмдағы парақшаларына кіріп, үйде отырып-ақ кітап оқу мүмкіндігіне ие болыңыздар. Жанұяларыңыздың жанында осынау қазіргі карантин күндерді отбасыларыңызбен бірге, бала-шағаларыңызға рухани байлық сыйлайтын кітап оқып беріп, уақыттарыңызды тиімді өткізіңіздер дегіміз келеді. Арман аға, сізді тағы бір мәрте кәсіби мерекеңізбен құттықтап, бүгінгі кездесуімізге келгеніңізге, өзіңіздің пікіріңізді айтқаныңызға мыңда бір рахмет айтамыз. Енді мынау ең соңында бүгінгі қиын қыстау сәтте осы Ертіс Баян өңіріне, қазақ еліне деген бір тәтті тілегіңізді айтып берсеңіз. Енді қазір шынымен де бұл қазақ елінде ғана емес, барша әлемді қамтыған бір аты жаман індет болып тұр ғой. Сондықтан осындай бір қиын қыстау кезеңде барымыз біріміз болып, біргеміз деген президентіміздің ұранын, ұстанымын бірге ұстап, бізге көмектесіп осындай қолымыздан келгенше ол міндетті түрде жаңағы қаржылай болмаса да әркімнің қолынан қалай келеді. Тіптен болмаса да бір-бірімізге деген көмегіміз қазір үйден шықпай үйде отыру болып тұр ғой. Ойлаймын, ол қатты қиын емес. Сондықтан осындай бір аты жаман індеттен бетін аулақ қылып, елімізден, жерімізден тезірек кетсе екен, аман есен қауышып, біздің көрерменімізбен, өздеріңізбен аман есен қауышқанымызды кешеден бері әлеуметтік желілерді қарап отырмын. Жаңағы театрдағы әріптестеріміз бір-бірлерінің челлендж дейді қазір, телефон арқылы, әлеуметтік желілер арқылы жаңағы бір-бірлерін сағынғандарын білдіріп, суреттерін жіберіп, театрды сағындық, ұжымды сағындық деп жатыр. Сондықтан осындай сағынышты күндерде аман есен баршамыз бір төрт көзіміз түгел жолығайық. Қазақ елі аман болсын, әлемде бейбітшілік болсын. Өздеріңізге де рахмет, шақырған жұмыстарыңыз алға басып, жемісті болсын әрқашан. Тек қана жақсылық тілеймін, бәле-жаладан аулақ болайық. Бәрекелді, қадірменді көрермендер, қымбатты оқырмандар, ендеше сіз болып, біз болып, осынау сындарлы күндерді аман есен өткізіп, театр сахнасында көрермендердің қатарын толықтырып, бірге жолығуға жазсын деп тілейік. Баршаларыңызға тамашалағандарыңыз үшін мыңда бір рахмет.